Мен қазақ халқының төл тәрбиесі мен тілі, діні жайлы, және де ең басты құндылық адами тәрбиені қамтитын ғибратты әңгімелерден тұратын арна аштым. Түк пайдасы жоқ ессіз ләззатпен және де басқа да бізге жат қылықтарды насихаттайтын видеолар мен аудио кітаптарды тыңдағанша осы каналға тіркеліп ұлттың дамуына, тәрбиесіне үлес қосатын контентті қолдайық. Ғибратты әңгімелерді тыңдасаңыз ол да білімнің бір бөлігі. Менің каналымнан адамға ой салар, өмірлік мәні бар, тыңдауға тұрарлық, өнегелі оқиғаларды таба аласыздар. 5 қабатты тұрғын үйдің подъезіне шыққан кішкентай қыз оң қолындағы қаудырлақ жұқа дорбаны әрең көтеріп, қоқыс жәшігіне әкелді де аудара салды. Жапырақтай кесілген, жартылай желінген аппақ нандар. Құйтақандай қыз артына да қарамастан қайыра үйіне жүгіре жөнелді. Бұны көзі шалып қалған Ғаббас кәрия: «Әй, балам, ау, обал емес пе?» дегенше әлгіндегі қыз подъезд есігіне зып бере кіріп кетті. Нұржан мектептен қайтып келе жатқан. Көрші кәрияның ашуланып басын шайқап отырғанын көріп кідірді. «Ата, кімге ренжіп отырсыз?» деді сәлемдескен соң. «Ей, балам-ай, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Сонау, сұрапыл ұлы отан соғысы жылдары біз 9-10 жастағы қара сирақ бала едік. Ер азамат жаппай майданға алынды да, елде кемпір-шал, әйелдер мен балалар қалды. Беліміз қайысып жұмысқа жегілдік. Күні бойы шөп шауып кешқұрым ұшып жығылып қосқа әрең жетеміз де, сулы сылпын қара көжені іше салысымен төсекке құлаймыз. Таңғы ұйқы қандай тәтті. Оң қолы шолақ бригадир Қисметтің айқайынан атып тұрамыз. Кішкене жата тұрайын десең бітті, Кесекеңнің 6 өрім қамшысы жоныңнан таспа тілер. Бір рет қасымдағы медет оянбай қалып, бригадирдің қамшысының астында қалғаны. Ой, сондағы медеттің шырқырап жылағаны ойымнан шығар емес. Әлі көз алдымда. Бала деп аяу, мүсіркеу болмайтын бригадирде. Сұм соғыс тезірек бітсе екен, ағаларымыз бен әкелеріміз елге тезірек оралса деп тілейміз дайым. Сонда қарнымыз тойып тамақта ішпейміз. Нанды мөлшерлеп береді. Жегіміз кеп, тәбетіміз тартып тұрғанымен сұрамаймыз. Қазірше нанды қадірлемейміз. Қатып қалса қоқыс жәшігіне әкеп тастаймыз. Сырапқа жол беріп аяқасты етеміз. Олай жасауға болмайды. Бір үзім нанның қадір қасиетін білген жөн. Обал сауап деген қайда? Нұржан кәрияның әңгімесін үн-түнсіз тыңдады.